9 маусымда. Сағат 10-нан 20 кетті. Қазір бізді бір қызық күтіп тұр. Міне қой кезек. Мен проверкаға келген адаммын. Бүгін қой кезекте Жоси мен кім? Бекзат. Қазір қызық болып жатыр. Жоси мен Бекзатты ауыстырайын деп жатырық. Қойдың арасынан Бекзат көрінбейді. Неге көрінбейді? Себебі ол қазір көрінеді. Сіздерге көрінбегенімен бізге көрініп жатыр да күшті. Танкының кілті қайда? Танкының кілті қайда? Қойын қайда? Қайсы? Неге ұйықтап отырсың? Неге ұйықтап отырсың? Неге ұйықтап отырсың? Ұйқың қанбай қалды ма үйде? Ұйықтатпай жүр ме қатының? Салқын тиеді ғой. Тұр. Міне мынау қойда ұйықтап қалған бала міне. Біз бұған сеніп отырсақ, бұл ертең әскерге барғанда да ұйықтайды деген сөз. Солай ма, Жоси? Бұны отан қорғайды деп жүрік қой біз ертең. Отырысты қар, шопанның отырысты ғой. Біз бұны қойды қорғасын қасқырлардан деп жүрсек, беті біліп кетпей отысын қарашеш. Бекзат, кеттік шай ішеміз жүр. Кетті, еле түсіңді шай ішіп алдың ба? Бір-ек кесе, бафлимен. Ұйықтап қалғанына өкініп отыр. Бұны қазір барамда акиматқа видеосын көрсетем. Қойда ұйықтап қалған адамның несі бар, жазасы бар бізде. Заң бойынша жазаланады. 15 күн қойып алады ғой. Сол үшін ұйықтамай жүріңіздер ағайын.